Күнделікті өмірде сіз ойлағаннан да жақын. Ғылыми фантастика фильмінен сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол нақты өміріміздің күнделікті өрісіне көптеген таңғаларлық жолдармен енгізілген. Қарапайым түрде түсіндірілген күнделікті мысалдар. Үйде Alexa немесе Google Assistant сияқты ақылды қосымшалар. Бұл үйіңізде пайдалы періште сияқты, оятқыш орнату, музыка ойнату, жарықты басқару және тіпті сұрақтарыңызға жауап беру. Жеке ұсыныстар. Netflix ұнататын шоуларды ұсынатынын байқадыңыз ба? Бұл сіздің көру әдеттеріңізді талдап, ұқсас мазмұнды ұсынатын AI. Электронды поштаңыздағы спам фильтрлері. AI күдікті хабарларды анықтап, бұғаттау арқылы кіріс жәшігіңізді қаланбаған спамнен тазартады. Жолда Google карталар сияқты көлік навигация қолданбалары. Бұл қолданбалар көлік үлгілері туралы білу үшін AI пайдаланады және ең жылдам жолдарды ұсынады, уақытты үнемдейді және өкпелемейді. Фото өңдеу қолданбалары. Фотоларыңызды түрту арқылы жақсартыңыз. Көптеген қолданбалар жарықты автоматты түрде реттеу, кемшіліктерді жою және тіпті суретке сәйкес сүзгілерді ұсыну үшін AI пайдаланады. Әлеуметтік желі ағындары. AI күшейтілген алгоритмдер сізге қызықты мазмұнды, мысалы, қызықты мысық бейнелерінен бастап жаңалықтарға дейін көрсету үшін ағыныңызды жекелендіреді. Жұмыста. Тұтынушыларға қызмет көрсету чат-боттары. Көптеген компаниялар қарапайым тұтынушы сұрақтарына жауап беру үшін AI күшейтілген чат-боттарды пайдаланады. Адамдарды күрделі мәселелер үшін босатады. Банктердегі алаяқтықты анықтау. AI нақты уақыт режимінде операцияларды талдайды, күдікті іс-әрекеттерді анықтайды және несие картасындағы алаяқтық төлемдердің алдын алады. Медициналық диагноз қою. AI дәрігерлерге рентген суреттері мен МРТ сияқты медициналық кескіндерді талдауда, оларға ауруларды ерте және дәл анықтауға көмектеседі. Бұл тек бірнеше мысал ғана және мүмкіндіктер шексіз. AI үнемі дамуда және жекелендірілген оқу платформаларынан бастап өздігінен жүретін автокөліктерге дейін біздің өмірімізге жаңа жолдармен әсер етуде. Есте ұстаңыз, AI құрал және кез келген құрал сияқты, ол жақсылық немесе жамандық үшін пайдаланылуы мүмкін. Оның әлеуетті артықшылықтары мен кемшіліктерін білу маңызды, және оны жауапкершілікпен және этикалық тұрғыдан пайдалану керек. AI туралы түсіну арқылы сіз хабардар азамат ретінде өзіңізге және қоғамға пайда әкелетін таңдаулар жасай аласыз. Сондықтан, келесі рет ақылды қосымшаны, жеке ұсынымды пайдаланғанда, немесе AI көмегімен көлік ағындарын басқарғанда есте сақтаңыз. Ол сиқыр емес, өміріңізді жеңілдету үшін тынбай еңбек етіп жатқан технология.